Сәлеметсіңдер ме? 8-ші сынып оқушылары. 3-ші тоқсанның 1-ші бөлім бойынша жиынтық бағалауы балалар. Тұрақты электр тоғы бөлімі бойынша 4 нұсқасы бар. 4 нұсқаның барлығын шығаратын боламыз. Бірінші нұсқасы. Бірінші тапсырмада суретте оқушы екі шамды да тоқ көзіне қосу үшін қандай кілттерді пайдаланады дейді балалар. Қараңыздар, сурет беріліп тұр. 1, 2, 3 кілт бір-біріне жалғанып тұр. Осы жерде екі шамды да тоқ көзіне қосу үшін балалар бірінші және үшінші кілттерді пайдаланады. Сонда С нұсқасы дұрыс балалар. Келесі екінші тапсырмада 60 Вт 240 вольт белгісі бар 4 шам номинал режимде жұмыс жасау үшін қай сұлба бойынша жалғау тиімдірек, тоқ күші неге тең дейді балалар. Қарасаңыздар, А, Б, С, Д 3 сурет берілген. Бірінші суретте төртеуі де бір-біріне параллель жалғанып тұр. Екінші суретте екі шам тізбекте, екі шам параллель жалғанып тұр. Үшіншісінде 3 шам бір-біріне тізбекте, 1 шам параллель жалғанып тұр. Төртіншісінде 4 шамда бір-біріне тізбекте жалғанып тұр. Бұл жерде дұрыс жауабы А сурет балалар. Себебі өткізгіш параллель жалғанған кезде оның кернеуі тұрақты болады. У тең У, я, бір-біріне тізбекте жалғанған кезде, параллель жалғанған кезде. Сонда бұл жерде төртеуі де 240 вольт болып тұр деген сөз. Кернеуіміз. А нұсқасы дұрыс болып тұр. Келесі балалар, бізде бұл жерде тағы да тоқ күші неге тең деп тұр. Тоқ күшін табуымыз керек. Есептің берілген жазайық. П бізде 60 ваттқа тең, У бізде 240 вольтқа тең. Табуымыз керек I тоқ күшін. Есепті шешеміз. Енді П тең У көбейтілген I деген формулаға саламыз. Сонда I тең П бөлінген У, 60 ватты бөлеміз 240 вольтқа. Сонда жауабы 0,125 ампер шығады екен балалар. Келесі бізде үшінші тапсырмада суретте электр тізбегі көрсетілген дейді балалар. Қарасаңыздар, суретте батарея, резистор, шам, амперметр бір-біріне жалғанып тұр. Жалған тізбек болып тұр. А тапсырмасында электр тізбегі тоқ көзіне қосылғанда шам жанады. Бірақ амперметр бағдаршасы, яғни стрелка кейін қарай ауытқиды. Амперметр дұрыс жұмыс жасау үшін тізбекке қандай өзгеріс жасау қажет дейді балалар. Балалар, бұл жерде біздің амперметріміз дұрыс жұмыс жасау үшін батареядағы плюсты амперметрдің плюсына қосуымыз қажет. Ал батареядағы минусты резисторға қосу қажет. Сол кезде біздің амперметріміз дұрыс жұмыс жасайды. Мына жерде суретте керісінше жалғанып тұр, балалар. Сол үшін дұрыс жұмыс жасамай тұр деген сөз. Келесі Б тапсырмасында амперметр қандай шаманы өлшейді дейді. Біздің амперметр бізде тоқ күшін өлшейді. Тоқ күшінің өлшем бірлігі амперметр. С тапсырмасында шамдағы потенциалдар айырымы 6 вольт болса, шамнан өтетін тоқ күшін есептеңіздер дейді. Есептің берілгенін жазайық. У тең 6 вольт, R тең 15 омға тең. Табуымыз керек I тоқ күшін. Сонда I тең U бөлінген R деген формулаға саламыз. 6 вольтты бөлеміз 15 омға. Жауабы 0,4 ампер шығады екен балалар. Келесі Д тапсырмасында шам тізбекте 30 минут қосылып тұрса, қанша энергия бөлінеді дейді. Есептің берілген жазайық. Т тең бізде 30 минутқа тең. Табуымыз керек Q энергияны. Ең алдымен 30 минутты секундқа айналдырып аламыз. Сонда 60-ты 30-ға көбейтеміз. 1800 секунд шығады. Q тең I квадрат көбейтілген R көбейтілген Т деген формуланы пайдаланамыз. 0,4 ампердің квадратын көбейтеміз 15 омға, оны көбейтеміз 1800 секундқа. Сонда 4320 джоуль шығады екен балалар. Балалар, осымен бізге берілген бірінші нұсқадағы 3 тапсырманың барлығын шығарып аяқтадық. Түсінбеген жерлеріңіз болса комментарийға жазып сұрасаңыздар болады. Ұнаған болса лайк басып, каналға тіркеліп, достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Сау болыңыздар.